Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі жасайтынымыз өте оп-оңай жасалатын қазақы сырға жасайтын боламыз. Оған қажет заттарды экранға көрсетіп кетемін. Ал енді сырғамызды жасауға кірісейік. Бізге осындай круглогубцы және осындай колечко, фурнитуралы осындай сәнді бұйымдар керек, салпыншақтар керек. Осы сәнді бұйымдарға осы колечко арқылы салпыншақтарын барлық әрбір тесіктеріне жалғап шығамыз. Салпыншақтарын тағып болған соң осы колечканың көмегімен швензиясын тағатын боламыз. Мінекей, бірінші сырғамызда бітті. Енді екінші сырғамызға кірісеміз және де екінші сырғамызды дәл солай қайталап шығамыз. Барлығын дәл солай жасаймыз, бірінші сырғадағылай. Мінекей, екінші сырғамыз да аяқталды. Екі сырға да дайын болды. Осындай бізде қазақы әдемі сырға шықты. Менен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер де осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып тіркеліп кетіңіздер.